Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді баклажаннан жасалатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Рецепті жоғалтып алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен баклажанымыздың аяқ жағын осылай кесіп, видеодағыдай турап шығамыз. Міне осылай турап алдық. Енді үлкенірек ыдысымызға саламыз. Мен барлық баклажандарымды турап алдым. Енді үстіне тұзымыз саламыз. Сосын салқын суымызды құйып, шамамен 1-2 сағат қойып қоямыз. Егер де сіздерді баклажан өздеріңіздікі болса, өздеріңіз өсірген болсаңыздар, онда тұзға жарты сағат салсаңыздар жеткілікті. Менде шамамен баклажан 3-4 килограмм. Енді 1-1,5 килограмм пиязымызды видеодағыдай жіңішке, яғни орысша айтқанда соломка етіп турап аламыз. Пиязымыздың барлығын осылай турап алдық. Енді шамамен 1 килограмм сәбізімізді осылай үкіштен өткізіп аламыз. Бұрыш менде осындай доңған бұрышы және осындай болгар бұрышы қызыл. Көк қолдансаңыздар да бола береді. Жіңішке соломка етіп турап аламыз. Бұрыш шамамен менде 3 килограммдай. Және 1,5 килограмм помидор, осындай дөңгелек помидор алсаңыздар жақсы. Өте дәмді болады. Помидорымызды видеодағыдай турап аламыз. Енді шамамен 3-4 бас сарымсағымызды өте жіңішке емес, видеода көрсетілгендей турап аламыз. Екі-үш сағат өткен соң, баклажанымыздан осындай суы түсі өзгере бастайды. Барлығын турап дайындап алдық. Енді баклажанымызды судан аламыз. Әбден суын сорғытамыз. Банкаларымызды тазалап жуып, осылай булап аламыз. Қақпақтарына ыстық су құямыз. Және үлкенірек ыдысымызға енді қуыруды бастаймыз. Менің ыдысым тар болып қалып, соның үшін кейіннен ыдысымды ауыстырдым. Қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Менде шамамен 500 мл. Сосын туралған пиязымызды саламыз. Майды қызғаннан кейін саламыз пиязды. Алдыңғы ыдысым тар болғандықтан басқа үлкенірек ыдысқа ауыстырып алдым. Міне пиязымыздың суы шығып тартылған соң, енді баклажанымызды саламыз. Бірден барлығын салмаймыз. Жартысын салып, осылай араластырып аламыз. Сосын қалған жартысын салып, араластырып, баклажанымыз піскенше шамамен 20 минуттай осылай қуырамыз. Бұл салаттың нақты уақыты болмайды, өйткені ошақ немесе кейбіреулеріңізде пеш ақырын жанады, сондықтан да жанында қарап тұрып пісіріп алсаңыздар, сол жақсы болады. Бір келкі араласып, сонда жақсы қуырылады. Міне баклажанымыз қуырылып, суы кішкене тартылды. Сосын енді сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді сәбізіміз піскенше қуырамыз. Бетін жаппай осылай қуырамыз. Сәбізіміздің піскен-піспегендігін алып жеп көреміз. Егер де қатты болса, әлі кішкене қуырамыз.
Егер де сәбізіміз піскен болса, үстіне бұрышымыз саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бұрыштың піскенін күтпейміз, өйткені бұрыш кейін банкада тұрып өзі пісіп кетеді. 5 минуттай қуырылса болды. Енді үстіне қызанағымыз, яғни помидорымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Егер де дұрыс араласпай қалса, дұрыс қуырылмай қалады. Сосын артынан чесногымызды саламыз, яғни сарымсағымызды салып араластырамыз. Енді бұл жерде қызанағымыз өзі сөлін бөле бастайды. Енді біз кішкене сарымсағымыздың піскенін күтеміз. Араластырып болған соң дәміне қарай тұзымыз саламыз. Мен шамамен 3 қасық тұз және 4 қасық қант қостым. Уксус ештеңе қоспаймыз. Егер сіздерде салаттарыңыз жақсы қуырылса, ол қыста атылмайды. Ал егер де арасында пияз немесе сәбіз, сарымсағыңыз піспей қалса, кейін атылып кетуі мүмкін. Бір рет осылай араластырып аламыз. Енді бетін жауып, шамамен 10 минуттай осылай ұстаймыз. Арасында ашып, араластырып тұрамыз. Қара бұрышымызды қосамыз. Қара бұрыш осындай ұнтақ қоссаңыздар болады, немесе горошек қоссаңыздар да болады. Тағы да бір рет араластырамыз. Енді сарымсағымызды көреміз. Егер де қатты болса, тағы кішкене қуырамыз. Енді газымыздың астын өшіріп, бетін жауып қоямыз. 5 минуттай қақпақтың астында ұстаймыз. Одан көп ұстасаңыздар езіліп кетеді. Салатымыз дайын болды. Енді тұзын барлығын дәмін көреміз. Егер де бәрі дұрыс болса, стерилденген банкамызға қою мен сұйығын араластырып, бірден құямыз. Сосын бірден қақпақ жапқышпен қақпағын жауып, жылы жерге төңкеріп 24 сағат ұстаймыз. Бетін міндетті түрде жақсылап жылы орап қоямыз. Сонда қалған, егер де сарымсағымыз қатты болса, барлығы бұрыштарымыз 24 сағатта пісіп кетеді. Осылай барлық банкаларымызға құйып шығамыз. Менде 1 литрліктен 6 литр шықты. Салаттарымызды 24 сағат өткеннен кейін салқын жерде сақтаймыз. Осымен өте дәмді баклажан мен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған әсер. Келесі видеода кездескенше.